2019 жылы педагогикалық шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалы ұйымдастырған облыстық үздік жетекші мектеп байқауының жеңімпазы атанды. 2020 жылы облыстық орта білім беретін үздік ұйым байқауында облыс әкімінің 34 миллион теңге грантын иеленді. Аталған жетістіктер 2018 жылы педагогикалық кеңестің шешімімен қабылданған табысты гимназия 2025 стратегиялық даму жоспарын жүйелі жүзеге асыру арқылы қол жеткіздік. Өткен оқу жылының бірінші жартыжылдығында мектебімізде сабақты зерттеу бойынша 11 фокус топтары зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бұл үдеріске 50%, ал екінші жартыжылдығында 15 топ құрылып, сабақты зерттеу бойынша жалпы 65 мұғалім қатысты. Мектебіміздің ықпалымен серіктес мектептерде сабақты зерттеу үдерісіне қамтылған мұғалімдердің үлесі 20% артып, бүгінгі таңда 31,2%-ды құрап отыр. Қазіргі таңда мектебімізде жоғары және бірінші санатты мұғалімдердің үлесі 15%-ға артып, 65%-ға жетті. Гимназияда соңғы 3 жылда оқушылардың білім сапасы 7,4%-ға, ал ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындылары бойынша түлектеріміздің білім сапасы 10,2%-ға артты. Біздің мақсатымыз оқу мен оқытудың сапасын жетілдіру арқылы табысты мектептің негізін қалау. Жан-Жак Руссо айтқандай, жұмыс жан-жақты болу үшін ең маңыздысы білімнің барлық қырын білу керек. Табысты жету үшін жолында бірінші өз біліміңізді жетілдіру, жаңа дағдылар қажет. Көшбасшылық жұмыста өзімнің тәжірибемде Дейбора Анникен және Элейн Бекман Сингапур тәжірибелерімен таныстым. Практикалық жұмыстарды Менсалы және Хеннесин табысты мектепке қандай көрсеткіштер әсер ететінін үйренуге болады екен. Енді мектептің даму жоспарына келсек, осы жолда біз үшін ең тәжірибелік жұмыстарды жоспарлағанда іске асыруды Лазаревтің, Поташкиннің, Ильенко еңбектерін пайдалануға отырып жоспар құрдық. Қол жетімді, мақсаттарымызға нәтижелі жететіндей жұмысымызға жеттік. Быть ведущей школой – это очень интересно, потому что возникают и появляются новые идеи, новые взгляды. Каждое партнерство – это толчок для развития всех тех, кто связан и во взаимодействии в этом процессе. Для нас главная проблема, как ведущей школы, бывает в самом начале, в том плане, когда нужно, чтобы была общая исследовательская культура, школьная культура. Каждый партнер приходит со своим видением, и для преодоления этих проблем, конечно же, нам нужно обязательно найти точки соприкосновения, по которым мы должны идти для дальнейшего развития. И у нас получилось так, что каждой школы была интересная отдельная тема. Если для одной из школы это были проблемы Basic Learning, то есть PBL, это проекты. Для другой школы инклюзивные классы, которые есть и у нас, и у них. Для третьей школы были интересны именно интеграции нескольких предметов для подготовки к ПИЗИ. Таким образом, проблема это только в начале работы. Оно и интересно, потому что мы начинаем как партнеры изучать друг друга, находить общие интересы и выходить для дальнейшего роста и для совместного развития. Пути преодоления – это в первую очередь доверие, уважение и поддержка друг друга. Каждый руководитель работает на положительный результат. Инновационные процессы, реализуемые в ведущих школах, охватывают все области образовательной деятельности – развитие, обучение, воспитание. Для внедрения новшеств необходимо участие всех и каждого в коллективе. Жизнь ставит перед образованием все новые и новые задачи, решать которые невозможно, работая по-старому. Для решения поставленных задач в коллективе надо создать
хорошую команду, сильную команду единомышленников. Использование управленческих технологий позволит создать коллектив, стремящийся к развитию, мотивированный на успех, мотивированный на творчество. На мой взгляд, руководитель ведущей школы должен объединить усилия многих людей. Каждый директор должен понимать, что его собственный успех складывается из достижений и успехов педагогов школы. Чтобы построить работу ведущей школы, для директора надо немного. Просто окружить себя людьми, может быть, немного умнее и талантливее его, и дать им направление. Тогда все, что задумано, будет сделано лучше, чем предполагалось.